назик, тазик, фантазик. Маған бір түрлі сұрақ қоятын сақтап тұрсың сен бар. Оля. Чоғыза сұрақтар қақтан тауатсың сұрақтың бәрін. Келесі сұрақ. Мама білсе ұрсат шығар. Айтпайым. СМС-пен жай жерем саған. Жоқ, қазір айт. Менің атым Назым, жасым 29-да, туған жерім Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, руым Тарақты. Қыздармен емес, ұлдармен көп төйлестім. Назымтай, Назконтай деп болды. Назик, тазик, фантазик деп. Өмірге деген көзқарасым түрлі түсті деймін. Измена, қол көтеру, балама ұру. Өте қолым ашық, қызғаншақпын. Жоқ дедің ғой жаңа ғана. Ой, жаман емес қой. Қорқам. Көп нәрседен қорқам. Көп жылайын жатыр. Білмеймін, енді балам үшін көбіне қорқам. Өрмешкі, құмырсқа, сондай. Бешбармақ, ет, қазы, қамыры, сорпа, ет. Тоқтай алмай не сол етті айтып жүргенде енді мама білсе ұрсат шығар. Потому что мен мамамның подружкасының баласы болады. Жазда, ең алғашта 9 жас бітірген кезде жазда. Қызғаныш, шөп салу, қол көтеру, еркелетем. Еще как еркелетем, бірақ деген өзінше болады, ол қазір көшеде келетсақ деген. Мам, еркелетпеш, көшеде келетір қойды сөйтеді. Менен жаман ене болған деп айтпаймын, енді басыңа түссе көресің ғой. Бірақ ажырасқан қызды Құдай өз сақтасын да, бірақ қарсымын өзім. 10 рет алып кетсе, 10 рет қайтып келем. Күшті Парижде жүрген кезім, сол жерге қайттан барғым келді. Жоқ, егер ол мен постоянно жүрген жігітім болса, анда-сында ешнәрсе болмайды, нормально қараймын. Уже примерно біліп тұрасың ғой, ақша жоқ-ау деп. Ең бірінші біз, универде оқимыз, бізде мамандығымыз сондай, сол кезде заводқа апарған кезде ең алғаш колбадан кәдімгідей дегустация жасап ішкенбіз. Есінде жоқ деймін. Енді Жанат, Алия, Оля. Ренжі қалмай ма сізін? Айтып отырсыз. Қазірден бастап Бика. Мен жақтырмайтын қатысушы шығып кетті, шын айтамын. Білем, айтпаймын. Ешкім білмейді. Айтпаймын, ешқашан айтпаймын ешкімге.